вот СВО закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим. 190 миллиард доллар. Жарты миллионнан астам жаңа жұмыс орны. Ресей дәл осындай құнмен жаңа экономикалық машина құрастырып шықты. Бірақ қазір бұл машинаны тоқтату өлерменмен тең. Бір ғана 2025 жылдың өзінде елдің әскери шығындары Украинаның бүкіл экономикасының 90%-на жетті. Зауыттар кеңейді, банктер болашақ мемлекеттік келісімшарттар үшін оларға миллиардтап несие таратты. Ал миллиондаған адамның табысы тікелей немесе жанама түрде қорғаныс өнеркәсібіне байланып қалды. Саясаткерлердің бейбіт өмірге оралу туралы жымия айтып жатқаны сізге парадокс болып көрінбей ме? Өйткені дәл қазір ел экономикасы тежегішсіз шыңырауға қарай құлдырап барады. Ертең соғыс шынымен аяқталса ше? Зымырандар мен снарядтар үшін арнайы салынған цехтардың миллиардтаған несиесін кім төлейді? Бүкіл жергілікті экономиканы жалғыз қорғаныс залда асырап отырған қалалардың күйі не болмақ? Неліктен аяқ асты орнаған бейбітшілік бүгінгі өнеркәсіп жетістіктерін бір секундта ауқымды бант дағдарысына айналдыруы мүмкін? Бұл шығарумда біз Ресейдің басты экономикалық тұзағын талдаймыз. Неге соғысты жалғастыру аса қауіпті, ал бейбітшілікке күрт көшу неліктен ауыр домино эффектісін тудырады? Шайларыңызды қамдап, жайғасып отырыңыздар. Біз бастаймыз. Ресейге қалыпты азаматтық экономикаға оралу неліктен қиынға соғатынын түсіну үшін 2022 жылдан кейін не болғанын ұғыну керек. Масштаб, сұмдық. Мемлекет әскери шығындарды жай ғана көбейте салған жоқ. Ол тұтас салалардың басты монополист тапсырыс берушісіне айналды. Ойланып көріңізші. Сипри бағалауы бойынша 2025 жылға қарай соғыс пен қорғанысқа шамамен 16 триллион рубль кетті. Бұл бүкіл Ресей ЭЖ өсінің 7,5%. Түсінікті болу үшін айтайын. Бұл тұтас Украинаның бір жылдық экономикасымен пара-пар. Бюджет ақшасының бұл алып өзені тек танк пен зымыран құрастыратындарды ғана қарық қылған жоқ. Ол металлургтерге, химиктерге, машина жасаушыларға, логистерге, құрылысшыларға және мыңдаған ұсақ мердігерлерге қарай ақты. Қарапайым ғана бір өнеркәсіптік қалашықты алайық. Жақында ғана ондағы жергілікті зауыт қаңырап шіріп жатқан. Айлық соқыр тиын болатын, ал жастар мүмкіндік туа сала жан-жаққа қашатын. Бір кезде соғыс басталды. Сахнаға қалтасы қалың, ақшасы таусылмайтын сатып алушы мемлекет шықты. Зауыт майлы әскери келісімшарттарға қол жеткізеді. Сосын 3 ауысымдық жұмысқа көшіп, айналадағы кадрлардың бәрін өзіне жаппай сорып ала бастайды. Өмірінде көрмеген ақшаны ұстаған жұмысшылар пәтерлер сатып алады, автонесиеге кіреді, кафелер мен сауда орталықтарында ақша шашады. Оларға қызмет көрсету үшін шағын бизнесте көзілеспес жылдамдықпен ісіне бастайды. 1-2 жыл өтеді. Енді бұл қала осы қаржылық допингке әбден отырып қалды. Енді қорғаныс саласына тек зауыт емес, тұтас қала тәуелді. Британиялық Руси институтының бағалауынша, бүгінде бұл мемлекеттік тапсырыс диірменіне ел бойынша 4,5 миллионнан астам жұмысшы тартылған. Міне, басты қақпан осы жерде жабылады. Мәскеудегі министрлер үшін бейбітшілік орнағаннан кейін әскери тапсырысты қысқарту жай ғана логикалық үнемдеу. Ал мұндай қалау үшін бұл клиникалық өлім. Зауыт тоқтайды. Мердігерлер тақырға отырады. Жергілікті бизнес сабын көпіршігіндей жарылады. Табыс көзі жойылады. Ал адамдардың мойнындағы миллиондаған ипотекасы еш қайда кетпейді ғой. Әрине, бүкіл ел осы әскери ақшамен бірдей өмір сүріп жатыр деуге болмас. Бірақ мына графикке қараңыз. Ол Ресей өнеркәсібінің екі параллельді шындыққа қалай қақ айырылғанын мінсіз көрсетеді. Экономика сұмдық алақла болып кетті. Оның бір бөлігі бюджеттік стероидтардан ісініп жатса, екіншісі үлкен несие мөлшерлемелерінен, кадр тапшылығынан және тым қымбат ресурстардан тұншығып отыр. Дәл осы жерде әскери стимул өлімге әкелетін тәуелділікке айналады. Мемлекет ақша төлеп тұрғанда станоктар гүрілдеп жұмыс істейді. Адамдар айлық алады. Ал аймақтар рекордтық жұмыспен қамту туралы есеп береді. Бұл неғұрлым ұзақ жалғасса, соғұрлым көп кәсіпорындар мен қарапайым отбасылар өз болашағын бұл ақша ағыны ешқашан сарқылмайды деген иллюзиямен құрады. Бірақ бір нюанс бар. Зауытты тек түскен пайда есебінен кеңейту әрдайым мүмкін бола бермейді. Шұғыл түрде жаңа цех салып, құрал жабдықтар сатып алу және жұмысшыларды жалдау үшін кәсіпорындарға мемлекеттік келісімшарт толық төленбей тұрып ақша керек. Дәл осы сәтте әскери экономикаға банктер кіріседі. Олар болашақ бюджеттік тапсырыстардың уәдесін бүгінгі нақты ақшаға айналдырады. Бірақ гәп мынада. Тіпті осы мемлекеттің ақшасы зауыттардың шотына 1 секундта түсе қалмайды. Мемлекет
Бізге тапсырысты орындап беріңдер, міне келісімшарт, ал негізгі төлем кейін болады дейді. Мемлекет келісімшартты біртіндеп кезеңдердің орындалуына қарай немесе дайын өнімді өткізгеннен кейін төлеуі мүмкін. Ал зауытқа металл бүгін керек, электроника бүгін қажет. Жұмысшылардың айлығы мен жаңа цехтың құрылысы да бәл қазір ақша талап етеді. Бюджет ақшасының уәдесі мен нақты өндіріс арасында үлкен кассалық үзіліс пайда болады. Оны кім жабады? Дұрыс айтасыз, банктер. Мынандай жағдайды елестетіп көріңіз. Кәсіпорын 100 миллиард рубльге тапсырыс алады. Бірақ конвейерді дәл қазір іске қосу үшін зауыт банкке барып 70 миллиард қарыз алады. Ол мемлекеттің болашақ төлемдерінен несиені жабам деген есеппен өндіріс қуатын кеңейтеді. Міне, осы жерде цифрлардың нағыз сиқыры басталады. Қағаз жүзінде, әдемі есептерде бұл кәдімгі денсау корпоративті қарыз болып көрінеді. Бұл миллиардтарда қарызға бюджет емес, қандай да бір бөлек табысты зауыт алғандай әсер қалдырады. Бірақ шынайы өмірде бұл кәсіпорынның ақшаны қайшан қабілеті мемлекеттің осы тойды одан әрі қаржыландыруына 100% тәуелді. Және бұл схема кездейсоқ импровизация емес. 2022 жылдың ақпанында мемлекеттік қорғаныс тапсырысы туралы заңға кішкентай, бірақ өте маңызды деталь енгізілді. Уәкілетті банктерді қорғаныс кәсіпорындарына жеңілдетілген несие беруге міндеттеді. Жүйені қарызға жұмыс істеуге мәжбүрледі. Мемлекеттік келісімшарттар көбейіп, уақытында төленіп тұрған кезде бәрі мінсіз көрінеді. Зауыт кеңейіп жатыр, жұмысшылар ақшаға қарық. Банк пайызын санап отыр. Қайтпайтын нашар қарыз жоқ сияқты. Бірақ дәл сол сәтте экономиканың мойнына ұзақ мерзімді қаржылық қылмышау салынып жатыр. Кәсіпорын көп жылдық қарызға батады, ал оның барлық табысы жалғыз ғана сатып алушыға, мемлекетке тәуелді. Егер кәдімгі азаматтық компания сұранысынан айырылса, ол жаңа нарықтар таба алады, өнімін өзгертеді, немесе жаппай сатылым ұйымдастырады. Ал қорғаныс министрлігі тоқта десе, снарядтар мен радарларға арналған арнайы бөлшектерді кімге сатасыз? Сізде жай ғана басқа таңдау жоқ. Осылайша әскери өндірістің уақытша серпілісі ұзақ мерзімді қарыз бомбасына айналады. Бюджет бүгін қаруға тапсырыс береді, ал банктік несиелер бұл кеңеюдің құнын болашаққа шегереді. Әскери ақша ағыны сарқылмай тұрғанда бұл қарызды бақылауда ұстауға болады. Бірақ егер ол күрт тоқтаса, мәселе бір мезгілде зауыттарда да, оларға тәуелді қалаларда да, банктердің балансында да бұрқ ете қалады. Ал енді сол шешуші X күнін елестетіп көріңіз. Мемлекет бейбітшілік келісіміне қол қояды, немесе қақтығыс жай ғана тоқтап қалады. Қорғаныс бюджеті сөзсіз қысқарады. Шартты түрде алып зауыт директорының кабинетіне қорғаныс министрлігінен қағаз келіп түседі. Жігіттер, жұмыстарыңызға рахмет. Танктер мен снарядтар мұндай көлемде бізге енді керек емес. Келісім шарттар болмайды. Дәл осы секундта доминоның бірінші тасы үстелге гүрс етіп құлайды. Зауыт директоры қаржылық есепті ашады да шаша қарып кетеді. Бюджеттен ақша енді жоқ және болмайды. Ал мемлекеттік тапсырысқа деп жаңа цехтар салу үшін банктен алған 70 миллиард несиесі ешқайда кеткен жоқ қой. Оның пайыздары күн сайын тамып тұр. Тірі қалу үшін кәсіпорын шығындарды аяусыз қысқартуға көшеді. Алдымен зауыт жеткізушілермен жұмыс түзеді. Металл, бөлшектер, электроника, химия және станок өндірушілері бір күнде өздерінің басты клиентінен айырылады. Содан кейін зауыт адамдарды жұмыстан шығара бастайды. Немесе оларды ең төменгі жалақыға отырғызады. Кеше ғана қорғаныс саласында қыруар ақша тауып жүрген әлгі жұмысшыны алайық. Ол ипотека, автонесие, немесе қарызға тұрмыстық техника алып үлгерген еді. Енді оның табысы құрдымға кетті, бірақ банкке төлейтін төлемдері сол күйі қалды. Жергілікті дүкендер, кафелер мен қызмет көрсету саласы бірден сатып алушыларын жоғалтады. Осылайша, күші жойылған бір ғана мемлекеттік тапсырыстың зардабы бүкіл жергілікті экономиканы вирус сияқты парализдейді. Бірақ ең қауіпті сәт алып зауыттың өзі көп миллиардтық банктық қарызын төлей алмай қалған кезде туындайды. Банк үшін бұл резервтер құру қажеттілігін білдіреді. Яғни, несие қайтпаған жағдайға деп өзінің нақты ақшасын бұғаттап қою керек. Мұндай қиындыққа тап болған кәсіпорындар бір уақытта қаншалықты көп болса, банк жүйесінің пайдасы мен капиталы да соншалықты қатты қысқарады. Міне осы кезде мәселе әскери өнеркәсіптің шеңберінен шығып кетеді. Беріктік қорын сақтап қалу үшін банктер жаңа несиелерді өте сақтықпен бере бастайды. Нәтижесінде әскери тапсырыстарға ешқандай қатысы жоқ, мүлдем бейбіт, қалыпты азаматтық компания жаңа станокқа, қоймаға немесе бизнесін кеңейтуге несие ала алмайды. Бүкіл азаматтық экономика ақша тапшылығынан тыншыға бастайды.
Әрине, бұл банктердің классикалық голливудтық күйреуіне әкеп соқпауы да мүмкін. Ресейде ірі банктер мемлекетпен біте қайнасып кеткен. Сондықтан дағдарыс бола қалса, билік оларға жай ғана қосымша капитал құя салады. Тіпті мемлекет зауытқа қарызын төлеп, адамдар көшеге ереуілге шығып кетпесі үшін кез келген нәрсені өндіруге жаңа келісімшарт беруі де мүмкін. Бірақ шыныңызды айтайықшы, мұндай құтқару шығынды жойып жібермейді. Ол тек сол шығынды кім төлейтін ғана өзгертеді. Алдымен қарыз зауыттың балансында ілініп тұрды, сосын ол банктың проблемасына айналды. Ал мемлекеттік қолдаудан кейін федералдық бюджеттің мойнына ілінеді. Ақыр соңында бұл құн салықтарды көтеру, инфляция, рубльдің құнсыздануы, немесе мектептер мен ауруханалардың бюджетін қысқарту арқылы бүкіл халықтың мойнына артылады. Тізбек темір-бетонда бұзылмайды. Мемлекет тапсырысты қысқартады, зауыт түсімнен айырылады, жеткізушілер мен жұмысшылар ақшасыз қалады, несиелер қайтарымсыз болып қалады. Банктер қаржыландырудың күре тамырын кеседі, бүкіл азаматтық экономика тежеледі. Осы тұста бір барғанда шешімі қарапайым ғой. Егер снарядтар енді қажет болмаса, зауыттарды бейбіт арнаға көшірейік. Тракторлар, пойыздар, көліктер немесе томографтар жасасын, деу мүмкін. Спойлер, бұл бұлай жұмыс істемейді. Әскери кәсіпорынды бір ғана бұйрықпен қайта құру мүмкін емес. Оның станоктары, сынақ стендтері, персонал мен жеткізу тізбегі нақты бір спецификалық өнімге бағытталған. Азаматтық нарық үшін мүлдем басқа компоненттер, стандарттар мен жабдықтар қажет. Батыс экономистері дәл осы проблема туралы жиі ескертіп жатыр. Финляндия банкі жанындағы Бофит институты Ресейде екі контурлы экономика түпкілікті орнығып жатқанын атап өтті. Әскери тапсырысқа қызмет көрсететін кәсіпорындар жұмысшыларды, капитал мен инвестицияларды үздіксіз алып отырады. Ал дәл осы уақытта жекеменшік азаматтық компаниялар жоғары несие мөлшерлемелерінен, төмен сұраныстан және даму мүмкіндіктерінің сыни қысқаруынан тұншығып жатыр. Бұл алшақтық неғұрлым ұзақ сақталса, ресурстарды қайтадан азаматтық секторға қайтару соғұрлым қиын болады. Берлиндегі Карнеги орталығының экономисі Александра Прокопенко бұл диагнозды одан да қатаң тұжырымдайды. Соғыс жылдарында болған құрылымдық өзгерістерді жаңа терең дағдарыссыз кері қайтару іс жүзінде мүмкін емес. Алайда бұл жерде басқа шектен шықпау маңызды. Сипри бағалауынша, Ресейдің 2025 жылға әскери шығындары шамамен 16 триллион рубльге жетіп, бұл ЖЭУ-нің 7,5% жоқ болды. Ел күрделі парадоксалды жағдайға тап болды. Соғыс экономикалық тұрғыдан тиімді, ал бейбітшілік тиімсіз деп айтуға болмайды. Қақпан басқаша құрылған. Әскери модельді жалғастыру азаматтық экономиканың барлық резервтерін сорып, оны жоспарлы түрде әлсіретеді. Бірақ бұл машинаны шұғыл тоқтатуға жасалған кез келген әрекет ауқымды әрі өте ауыр құлдырауға кеп соғады. Қақтығысты шексіз жалғастыра беру тығырықтан шығар жол емес. Бұл іргелі экономикалық мәселелерді шешпейді, тек құрылымдық сабын көпіршігін үрлеп, салдарын болашаққа шегереді. Экономиканың шамадан тыс жүктемемен жұмыс істеген әрбір қосымша айы сөзсіз финалды кейінге шегеретте, тоқтаған кездегі экономикалық ломканы одан сайын ауыр әрі жойқын ете түседі. Ең қызығы, ережелерді бұзып, жүйені ақшамен сорт тастау тек соғысқа болағаны жасалып жатқан жоқ. Ердоған дәл осындай экспериментті мүлдем бейбіт өмірде жүзеге асырмақ болды. Және бұл Түркияның түбіне жете жаздады. Оның немен аяқталған туралы мына роликте көріңіздер. Түсініктемелерде жазыңыздар. Сіздің ойыңызша, бұл қақпаннан ең құрығанда бір ауыртпалықсыз шығар жол бар ма? Әлде күйреу сөзсіз бе? Егер талдау сізге пайдалы болса, лайк басып қолдау көрсетіңіз. Және жаңа видеоларды өткізіп алмас үшін міндетті түрде арнаға жазылыңыз. Тамашалағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.